Қайырлы күн құрметті көрермен, эфирде Open Talk подкаст айдары. Подкаст жүргізушісі мен Айдана Ертуғанқызы және жастар орталығының директоры Ерасыл Анарханұлы. Біз Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің белсенді жастары Ыбырай Алтынсариннің 185 жылдығына орай Торғай сапарының 4-ші күнінде Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университетіне табан тіредік. Бүгінгі біздің басты қонағымыз Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университетінің басқарма басшысы ректор Ешанов Талғат Есмағамбетович. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Өзіңізбен тілдесу үшін сонау Шымкенттен 1200 километрді артқа тастап келіп отырмыз. Сізге алғашқы сұрағым, жалпы Ыбырай Алтынсарин университетінің басқа университеттерден ерекшелігі неде? Ең бастысы мен айтайын деген, Ыбырай Алтынсарин университеті Торғай топырағында ең алғашқы қазақ мектебі айтамыз, сол топырақтарда орналасқан. Бұл бір. Екінші нәрсе, біз Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық университетпіз. Болашақ мұғалімдерді дайындайтынбыз. Осымен ерекшеленеміз деп ойлаймын. Мысалы, Әуезов университетінің ауқымдылығымен ерекше. 30 мың студент, Қазақстанда ешқандай университет жоқ. Және де Әуезов университеті алғашқы болып Өзбекстан мемлекетінен филиал ашты. Сол сияқты кезекте өзіңізде осы университетте жоспарлап отқан жоспарларыңыз, жаңадан бір ерекшелік болып шығатын дүниелеріңіз болса. Енді былай университет туралы айтатын болсақ, жалпы университет осы уақытқа дейін 30 мың түлек берген. Бұл түлектің көбісі қазіргі таңда мынау Астананың құрылуы кезінде әсіресе және Астанада басым бөлігі жұмыс істейді. Енді жоспарлар туралы айтатын болсақ, жалпы біздің ойымыз Ыбырай Алтынсарин мұрасын насихаттау, оны дәріптеу, халыққа таныту. Себебі біздің ойымызша кішкене Ыбырайдың жалпы философиясы, оның қойған педагогикасы үш кезеңде, мынау не айтамыз, патшалық Ресей кезінде де ол жүзеге асты, кейін кеңестік дәуір кезінде де бұл жүзеге асты, және қазіргі мынау тәуелсіз Қазақстан заманында да бұл жүзеге асып отыр. Бұны нені көрсетеді? Жалпы Ыбырай Алтынсарин тастап кеткен құндылықтары былай заманға қайшы келмейтін, заманмен сай, әрқашан өзектілігін жоғалтпайтындай философия тастап кеткен. Осыны біз ерекшеленеміз деп айтамыз. Сол және университет сол Ыбырай Алтынсарин атын атауында үлкен мақтаныш тұтады. Ендігі сұрағымды қоятын болсам, биыл барлығымыз білетіндей Ыбырай Алтынсариннің 185 жылдығы. Осы орайда университетімізде қандай іс-шаралар мен жобалар ұйымдастырылуда? Ең бірінші нәрсе, мен өзім келгеніме бір жылға жуық уақыт болып қалды. Ең бірінші таныту, Ыбырай Алтынсарин мұрасын таныту мақсатында біз Ыбырай Алтынсарин брендін қалыптастырмақшымыз. Осы орайда студенттерімізде, мұғалімдерімізде қазір зерттеу жасап, жалпы Ыбырайдың педагогикасын алға тартыватырмыз. Осы орайда мысалға Ыбырай Алтынсарин таза бұлақ еңбегі бар. Сол таза бұлақ концепциясын жасаватырмыз. Ыбырай Алтынсарин университеті бағана айтайын деп есіме шығып кетті. Адалдық лигасына кірген алғашқы педагогикалық университет. Жалпы Қостанай облысында қазіргі таңда жалғыз университет. Сондықтан да мысалы сол таза бұлақ әңгімесінде адалдық, мысалы 3 жолаушы кездесіп сөйлескен кезде таза бұлақтың жалпы бізге не беретіне дегенде арасында тазалық бар, адалдық бар. Мысалы таза бұлақ өзін суын берген кезде бізден ақысын сұрамайды деген сияқты сондай әңгімелер бар. Сол сияқты мысалы келешек болашақ мұғалімдерде біз енді әрине мұғалімнің еңбегі бағалану керек, бірақ соның өзінде әр мұғалім, болашақ мұғалім не дейді, өзін жанын, тәнін елме, жерме деп қызмет етем деп бере алатындай тәрбиелеуіміз керек. Осы орайда біздің ойымыз болашақ бізден бітіретін мұғалімдер Ыбырай Алтынсариннің жалпы Ыбырай брендінің бренд амбассадорына айналады деген ойдамыз. Керемет. Талғат аға, өте жақсы айттыңыз. Адалдық лигасына байланысты, өйткені барлық университеттер үшін бұл дәреже өте үлкен бағаланады. Себебі біз негізінен адал ұрпақты дайындау басты міндетіміз болып табылады. Және де осы жерде сұрайтын дүнием, былтырғы жылы сіздер өте керемет деңгейде форум өткіздіңіздер.
биылғы жылда одан үлкен деңгейде немесе жаңа бір форматта өткізу жоспарларыңызда бар ма? Иә, осы 5 мамырда біз Таза Қазақстан, Таза Бұлақ республикалық форум өткіздік. Ол жерде 70 университеттің тәрбиеге, жаңағы әлеуметтік салаға жауапты проректорлар келіп кетті. Осында университеттің аумағында жаңағыдай ағаштар егілді. Жақсы керемет деңгейде өтті. Халықаралық спикерлер келіп жаңағыдай өзінің баяндамаларын жасады. Енді биыл біз тағы да 18 қыркүйекте үлкен республикалық форум жасамақшымыз. Бұл академиялық проректорларға және де болашақ мұғалім, ұлт болашағы деген біздің үлкен форум жоспарланып отыр. Бұл жердегі біздің бір ерекшелік бұл форумның, бұл көбіне біз форум жасаған кезде ғалымдарды шақырамыз, яғни ғалымдар арасында, ғылыми қызметкерлер болсын, ғалымдар арасында жасаймыз. Бірақ бұл форум студенттерге арналған форум. Яғни студенттермен дайындалған форум деп айтайықшы. Форум үлкен, ұлт болашағы деген үлкен форум ерекшелігі, соны айта кетейін. Соны өткіземіз деген жоспарымыз. Бұйырса біз шақырсаңыздар міндетті түрде келеміз. Иә, әрине, бұл форумға біз құшақ жайып ашып отырмыз. Барлық болашақ мұғалім, студенттер, Ыбырайдың мұрасын алға тартып, насихаттайтын, дәріптейтін барша қонақтарды күтеміз. Сіздер де келсеңіздер, қош келдіңіз. Міндетті түрде. Бұйырса, иә. Таза бұлақ концепциясы, қателеспесем, түсінгенім бойынша экологияға байланысты болып тұр. Енді бұдан бөлек тағы да қандай жобаларыңыз іске асырылып, жүзеге асырылуда қазіргі таңда? Таза бұлақ бұл жердегі мен айтайын деген тек экологияға байланысты емес. Жалпы бұл жақтағы әңгіме өрбітсек, соны аша кетейін. Таза бұлақ. Таза бұлақ әңгімесінде 3 жолаушы бұлақтың басына кездесіп, жалпы бұлақ туралы әңгімелеседі. Жаңағыдай бұлақ бізге салқын суын береді, одан кейін ол суды біз ішеміз. Жаңағыдай бұлақтың мысалы басы, бұлақтың былайша айтқанда үсті бұлғанып қалса, бұлақ өз-өзін не істейді, әрдайым тазарып тұрады. Бұл жердегі айтайын дегеніміз, бұл тек қана экологиялық мәселе емес, бұл жерде жан тазалығы, тілдің тазалығы, рухтың тазалығы, бұл жердегі жалпы идеологиялық мақсатта. Бұл жерге біздің қазіргі таңдағы конституцияда адал азамат концепциясы да бұл таза бұлақтың концепцияның ішіне кіріп кете алады. Бұл жердегі ерекшелік жалпы қазір университеттерде жүріп жатқан толық адам концепциясы біздің идеологемасы бар. Одан кейін жаңағы адал азамат, таза Қазақстан идеологемалары. Осыған қоса болашақ мұғалім болу үшін жаңағыдай біздің бұны толықтыру деп айтайықшы. Осы концепция барлық идеологияны толықтыру, болашақ педагог, болашақ мұғалімнің жаңағыдай таза бұлақ концепциясын ұсынбақшымыз. Бұл тек қана жаңағыдай экологиялық жан-жағын тазалық емес, сонымен жан тазалығы, рух тазалығы, тілдің тазалығы, білімнің тазалығы, соның ішіне адалдық лигасы деп айтамыз ғой, оның ішіне кіріп кетті. Как раз осы орайда айтайын деген, мысалға адал лигасының мониторинг тобы келген кезде, солар біздің таза бұлақ концепциясын алған кезде, олар айтты, давайте біз бұл концепцияны бізде алайық. Өзімізге жаңағыдай тазалық деп айтамыз ғой, тазалық, адалдық бәрі бұның ішіне кіреді. Кейін проректор келген кезде Таза Қазақстан мен Таза бұлақта бұл да бір көріп отырсың, бір-біріне бәр жерге бұл кіріп кете алады. Не сияқты мозаикада тастар бар ғой, кез келген жерде тасы орнына келе береді. Керемет. Бұл жердегі жаңағы сияқты тұр ғой, кезінде Абай Құнанбаевтың толық адам концепциясы пайда болған кезде кейбіреулер бұл толық адам деп сендер нені айтып тұрсыңдар деп тіке қабылдаған сияқты. Бұл жерде таза бұлақ дегенде біршама кейбір адамдар тазалық, сол тазару, таза Қазақстан деп түсінуі мүмкін. Бұл жерде үлкен бір дүние жатыр. Ол дегеніміз идеологиялық, бәлкім кімге дәл қазір барлық университет толық адам концепциясының айналасында жұмыс процесін жасақ, енді кезекте сіздер концепция жасап шықсаңыздар, бәлкім
жаңа бір жүйеге, жаңа бір бағытқа да өтуіміз мүмкін шығар. Иә, біз менің ойым бұл жердегі негізі барлық білетін нәрселер не дейді, жаңағы таза бұлақтың бетін ашу ғой. Біз негізі бір ай өзі үлкен мұра, жатасып кеткен үлкен бір байлық қой. Мысалы, бір айдың еңбектері, жасаған жұмыстары. Және мен айтатын нәрсем, мүмкін Абай идеологияны бізге жаңағыдай толық адамның идеологиясын жазып берсе, Ыбырай Алтынсарин бұл жерде мен ойымша жаңағыдай механизм жасаған. Бұл іс жүзінде көрсете білген. Және қалай жасау керектігін, алғаш мектеп қалай ашу керектігін жаңағыдай соның бәрін жасап кеткен. Оқушы қандай болу керек, студент қандай болу, білім алушы жалпы қандай болу керек, жаңағыдай мектептің қалай десек, мектептің қандай, мысалы, мектепте қандай тамақ берілу керектігіне дейін сол бәрі қарастырылған. Дәл қазір бізге жетпей тұрғанда бір осы бір дүние ғой. Иә, енді мен жалпы айтайын деген, бұл жердегі инновация қазір термині бар. Инновация бұл бір үлкен жаңалық ашу емес. Инновация бәлкім бар болған нәрсені кішкене басқаша көрсету. Бұл жердегі мен де айтайын деймін, мысалы, Ыбырай Алтынсарин жалпы жасап кеткен еңбектерін кішкене адамдардың көз алдына қайтадан шығарып, басқаша көз қараспен қарау. Иә. Жаңа айтқаныңыз сияқты мына бір университеттегі музейді студенттеріміз кірген кезде барлығы таңғалды. Шынымен де бұл университеттің ішінде емес, республикалық деңгейдегі музей болуға менің жеке пікірім лайықты. Себебі алғашқы қоңырауды көрген кезде және де одан бөлек біз Ыбырай Алтынсарин таныған кезде алғаш кітап ашқан, алғаш мектеп ашқан, одан кейін кезекте кел балалар оқулық сияқты екі жақ дүниесімен тануымыз мүмкін. Ал бірақтан да ол кісіден шыққан шәкірттер қандай, ол кісінің жасаған дүниелері қандай деген сияқты сұрақтарға көп жауап бере бермеймін. Сондықтан да сіз бәлкім өздеріңіз болсаңыздар, сіздің идеологияңыз болатын болса, ол республикалық тіпті халықаралық деңгейге шығатын шығар деп түсінемін. Иә, бұл қазір концепцияны, бұл осы идеологияны біз алға тартып, болашақ жалпы пед мамандықтарда дайындайтын вуздарға, бәріне, университеттерге бәріне таныстырмақшымыз. Мынау форум, айттық қой, Ыбырай ұлт болашағы деген форумда осы аясында. Біз жалпы қазіргі жұмыс істеп жатқан мұғалім емес, болашақ мұғалімді қалыптастыруға бағытталған жұмыс жасамақшымыз. Және де сіз келгендерде келіп көріп таңғалып отырсыздар. Мен де алғашқы музейге келген кезде біз осы уақытқа дейін Ыбырайды танымаппыз деген ойда болдым. Тек қана жаңағыдай кел балалар оқулықпен алғашқы қоңырау деп білетінбіз. Бірақ осы арқалыққа келіп, университетке келіп, музейін қарағаннан кейін Ыбырайдың басқа тұстан да танып отырмыз. Қатты бір организатор екенін, ұйымдастырушы екенін көрдік. Сонымен қатар экономист десем барлық сала несі алға шығады. Енді біздің құнды жәдігерлеріміз музейдегі бұл Торғайда ашылған алғашқы мектебінің қоңырауы біздің университетте қазір тұр музейімізде. Соған мақтан тұтамыз. Қазір оның жұмыс көшірмесін жасау бойынша жұмыс бастайын деп жатырмыз. Сол сыйлы қонақтарымыз немесе жаңа осындай партнер университеттеріміз бар болса, соларға сыйға тарту мақсатында жаңа оның қоңыр дауысын естіген шығарсыздар. Материал бөлек қой мүлде. Материал бөлек. Соның қандай материал жасалғанын анықтап, соның жаңағыдай несін көшірмесін жасап, тек қана жаңағыдай кісілерге көшірмесін бермекшіміз. Себебі бұл құнды дәрігер жаңағыдай ненің астына, сақтаудың астына қойып қоймақшымыз. Форумда алып қаламыз бұйырса. Иә. Енді сіздер бақыттысыздар, сіздер көріп, жаңағыдай оны жаңағыдай дауысын естіп жатсыздар, жанды дауысын. Иә, рахмет көп. Қандай бізде сұрақ? Рахмет. Сіз жаңа айта кеттіңіз, болашақ алдағы жоспарларыңызбен бөлісе отырып, студенттермен және студенттер үшін деп арнайы форум жасағалы отыр екенсіз. Және де осы орайда сізге сұрақ қойсам, белсенді студенттерге университет тарапынан қандай қолдау көрсетіледі? Енді белсенді студенттерге мынандай қолдау жасаймыз. Жалпы бізде бар студенттік ұйымдар бар. Соларға барлық қаржылық несін жасаймыз. Мысалы, қазіргі мен есімде болған, бізде жылда студенттік көктем өтеді. Сол студенттік көктемде Қостанай облыс орталығы, соған қаражат барлық студентті міндетті түрде жібереміз, барлық қаражатын көтереміз. Бұл бір. Одан бөлек мынау біздің
не жайдарман тобымыз бар. Арман деген, солардың да жаңағыдай қаражат барлық жаңағыдай жарыстарына қатысу, қаражаттай былайша айтады. Одан бөлек жалпы біздің оқып жатқан студенттердің комфорттық несін жасауға тырысамыз, жағдайын жасауға тырысамыз. Ол жатақхана болсын, тұратын жері болсын, сабағына барып келу, жаңа ыңғайсыз кейде не болады, соның бәрін жасауға тырысамыз. Барлық қолдаудан. Осы уақытқа дейін студенттерден келген бастамаларын ешқайсысын кері қайтармадық. Мен білмеймін, барша не істеуге тырысамыз. Белсенділер арасында сіздерде қанша ұйым бар және де олар қандай жұмыс жасап? Бізде қазіргі таңда 16 ұйым бар. Енді арасында ең үлкені Міржақып атындағы қоғам мәдени бірлестік бар. Ең үлкені сол. Сонымен қатар жайдарман тобымыз бар, дебаттық топтарымыз бар, би топтарымыз бар. Сан 16 түрлі неміз бар. Бұларға барлық жағдайымыз бар. Мына бірінші қабатта көрсеңіз коворкинг орталығы бар. Балалар бос уақыттарын, сол іс-шараларын, дайындықтарын сол жақта жүргізеді. Рахмет. Бізде Айдана студенттік жаңағы журнализм центрі SGC ұйымының төрағасы ғой. Содан кейінгі белсенді студенттерге байланысты көп бір алған адамнан, әрбір осы академиялық жолдағы адамнан сол бір дүниелерге байланыстырып отырады. Өйткені университетте бізде белсенділікке байланысты көп көңіл бөлінген. Байқап тұрған шығарсыз. Осы былтыр парламентке, биылғы жылы парламентке де бардық. Ендігі кезекте Торғай өңіріне келіп тұрмыз. Былтыр Семейге барып тұрмыз. Сол сияқты студенттер әрбір университеттің студенттерімен нетворкингті дамыту үшін осылай байланысып отырады. Сол сияқты егер мүмкіндік болып жататын болса, сіздердің де студенттеріңізді оңтүстік өңірде күтеміз. Міндеттерге қабылдап аралату барлығын ұйымдастырамыз. Рахмет, шақыруларыңыз көп рахмет. Енді келесі кезекте біз әрине студенттерімізді оңтүстік өңірге жіберге жоспарға қоямыз. Арасында біз негізі былай айтайық, университеттің ішінде біз Торғай өзімізде жіберіп жатырмыз. Торғай деген біз Торғайдың жеріндеміз, бірақ Торғай бізден 300 шақырымдай. Соғанда біздің триптерді айтамыз, триптер серуендеп барып келеді. Соның ішінде жағдай оңтүстік өңірге де жіберуге тырысамыз. Осы бір подкастты пайдаланып біз айта кетейік. Жалпы Торғай өңірінен келіп тұрған осындай сапарды ұйымдастырып тұрған Әуезов университеті алғашқы. Және де осы бір подкаст ертеңгі күні біз бөліп те шығарамыз. Сол бір жерде басқа университеттің студенттеріне айтқымыз келеді. Торғайда біздің Ахмет Байтұрсынұлы өмірге келген. Бірақ Дулатұлы өмірге келген. Осы жақта Амангелді Имановтың былай айтқан кезде ұлт азаттық көтерілісі басталған. Сондай бір үлкен тұлғалардың шыққан жеріндегі осы бір энергияны оларда сезінгенін қалаймыз. Және де осы бір мынандай мәліметтермен оларына танысқан қалайтынымызда. Біздің подкастымызды қорытындыласақ, аға, өзіңізден сұрайтын бір үлкен дүниеміз, 21 ғасырдың студенті жалпы қандай болу керек, және де ол университеттен тек қана академиялық ортадан бөлек қандай бір дүниелерді бойына сіңіру қажет? Енді бұл жерде айтайын деген, жалпы университет кейбір қазіргі таңда, мысалы мынау бағдарлама жаңағыдай программирование деп айтамыз, соған қатысты кейде айтады, дипломда қажет емес деп айтады. Сонда сұрақ, университет не үшін қажет деген сұрақ туындайды да, жалпы мамандық болып жұмыс істеуге, кейде диплом керек болмаса, университет не үшін керек? Университет бұл жақтағы мен айтайын деген, ең бастысы адамның қалыптасатын орта болу керек. Яғни университетте келіп, былайша айтқанда, қоғамның қаймағы келіп жиналып, жастары энергиясы толы, жаңа идеяларға толы адамдар жиналған, концентрацияланған жер. Осы концентрацияны күшті дұрыс жерге бағыттау негізгі университеттің міндеті. Соған барлық жағдай жасау. Былайша айтқанда бір үлкен теплица. Сол теплицада бұларды өсіру, дәріптеу, не істеу, барлық жағдайын жасау. Бізде бұл бағытта мен ойлаймын, ең бастысы студентке кедергі жасамау. Өз ойларын жүзеге асыру, қандай идеясы бар болса, соны қолдау. Сол университеттің беретін нәрсе керекті, мысалға бір идеяны жүзеге асыруға қандай құрал жабдық керек болса, соны алып беру,
профессор немесе бір үлкен ғалым болса, соны шақырту, то есть университеттің жасап бере алатын нәрсесі осы. Әйтпесе жаңағыдай кейбір кейбір дағдыларын дамуға ол өзі жеке отырып дайындалады, өз-өзін дамыта алады. Бірақ бұл жердегі университеттің жаңағыдай өзі сияқты тағы да 1000 адаммен нетворкингті жасау, бұл да маңызды. Ертеңгі күні оқу бітіргеннен кейін мен мынау былайша айтқанда жұмысымды, мынау жобамды, мынау бизнесімді кіммен жасаймын деген кезде өзін университет кезінде таныған, көрген жаңағыдай профессор болсын, өзінің курстасы болсын, сол жақта сол кісілермен байланыстырып үлкен компаниялар қалайтын болсақ, Hewlett Packard, Google, Apple сияқты, олардың бәрі сол университеттің маңайында құрылған, Facebook'тың өзі де мысалы, университет маңайында құрылған компаниялар. Университет соны береді, жаңағыдай нетворкинг, жағдай жасап береді, орта қалыптастырып береді. Студент сол бір дүниенің барлығын сіңірген негізгі. Студент соның ішіне өсіп тауып, жаңа өзінің несін табу керек, жаңа өзінің орысша айтады, призвание дейді ғой. Өзінің призваниясын табу керек. Алша calling деп айтады. Себебі мұғалім болу бұл кішкене анандай не қажет етеді. Адамның ішіндегі өзінің ықыласын білдіру керек. Анандай отырып сыртынан біреу сен мынандай бол деп ешкім айта алмайды. Егер де оның ішінде ондай ынта болмаса, оған ешкім мұғалім бола алмайды. Кішкене оған бір жағынан талант та керек. Мұғалім болу үшін. Себебі мұғалімдер ол қоғамды қалыптастыратын кісілер. Тағы бір сұрағым пайда болды менің. Себебі бұрында енді мұғалімдерді барлығымыз белгілі бір статусы бар еді. Сіздер де өздеріңіз айтасыздар, кеңестің кезеңіндегі мұғалім деген сияқты. Ал дәл қазіргі кезекте зумерлердің заманы, келе жатқан альфа поколениясы мүлде басқаша. Енді кезекте жаңа сұрағым студент қандай болу керек дедім, енді кезекте мұғалім қандай болу керек. Мұғалімнің бойында қандай қабілеттері артық болу қажет. Сұрақтарыңыз өте жақсы. Енді белгілі бір формула жоқ, былай нақты бір формула жоқ. Студент қандай болу керек, мен сол үшін жағдай жалпылама айтады. Мұғалім қандай болу керек десе, қазір әсіресе мына жасанды интеллект дәуірінде мұғалім рөлі кішкене басқаша қаралу керек деп ойлаймын. Мұғалім қазіргі таңда мысалы көне замандардан бері мұғалім авторитеті өте жоғары болады. Неге? Себебі білімнің өзі барлық нәрсе. Қазір білім десеңіздер, жасанды интеллекттен, Google'дан, басқа жақтан да табуға болады. Демек, бұл жерде мұғалімнің рөлі кішкене бағана айттық қой, басқаша қарап, басқа немен, бұл жерде кішкене ол менторлық, немесе мотиватор. Сол жағын дамыту керек. Жаңа білімді алуға қызықтырушы болу керек. Мынау білім, мысалға, не үшін үйрену керектігін оқушыға жеткізе білу керек, соны аша білу керек. Оқушының қызығушылығын аша білу керек деп ойлаймын. Болашақ мұғалім. Себебі білім қазір былайша айтқан, бір жағынан да ойлаймын, қазір білім өте көп, ішіне пайдалы бар, пайдасыз да бар. Мысалы, интернеттегі ақпараттың 90% пайдасыз деп айтайық. Соны да ажырата білу, жақсысын жаманнан ажырата білу, ақ-қарадан ажырата алатындай, сол сыни ойлауды, пікір жасауды қалыптастыратын мұғалім болу керек. Сол, қысқаша. Рахмет. Аға, бізбен сұхбаттасуға келіскеніңіз үшін үлкен рахмет. Сізден өте құнды ақпараттар алдық деген сеніміміз мол. Құрметті көрермендер, біз Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті жайлы қызықты әрі керекті ақпараттар айталдық деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған Айдана Ертуғанқызы, SGC журналистік ұйымы, арнайы Әуезов университеті үшін. Келесі кездескенше.